Қалайсыздар? Сіздерге арнап бүгін Memories атты сайтпен таныстырмақшымын. Бұл арқылы сіздер жанданған фото жасай аласыздар. Яғни фотоға QR-код арқылы соткамызды апарсақ, бізде осындай түрде видеомыз ойнайтын болады. Осы керемет сайтты сіздерге бүгін таныстырғым келіп тұр. Ол үшін әрине YT батырмасын басасыздар, өздеріңіздің аккаунттарыңызға кіру қажетсіздер. Аккаунтқа тіркелесіздер, регистрация өткендегідей почтамыз және де логин парольдарымызды жазу қажетпіз. Бұл сайт ендігіде период, яғни пробный период ретінде беріледі. 7 күнге тегін қолдана аласыз, ары қарай ақылы. Баланс сіздерге 320 теңге береді. Мен 2-3 видео жасап, қазір балансым 304 теңге болды. Яғни 7 күнге сіздер тегін қолдана аласыз. Не жасайсыз 7 күн ішінде? Оживающий фото жасай аласыз, календарь жасауға болады, визитная карточка немесе флайер. Неке осындай мүмкіндіктерді жасауға болады. Келесі бізге оживающий фото керек. Ол үшін біз мына жерге кіреміз. Жұмыс үстеліміз осындай түрде көрінеді. Осы жерге загрузить фото, яғни қандай фото қажет, соны көрсетеміз. Мысалы, мен мынаны таңдаймын. Алдын ала дайындап қоясыздар фотомыз бен видеомызды. Және фотоға апарған кезде қандай видео ойнайды. Тақырыпқа сәйкес, мінекей апарсақ мына фотомыз және де мына бір видеомыз. Келесі рамка қойсаңыздар болады, бұны өздеріңіз жасайсыздар. Яғни үстінен бастақ, рамка деген бір эффект беру қажетсіздер. Егер де болса, немесе добавить эффект дейсіздер. Яғни видеоңызға қарай, егер де видеоңыз күз туралы болса, осындай күздің эффектісін беруге болады. Жаңбыр болса, жаңбыр дегендей, мынандай неон дегендерді қолдансаңыздар болады. Қарды қойса болады. Енді менде Новый годқа арналған тілек болғандықтан, мен осы шаблонды таңдаймын. Осылай үстінен бір белгілейсіздер, және де мында сохранить деген батырманы басасыздар. Сол кезде сіздерде осындай эффект пайда болады. Тағы да қанша сіздерге қажет жанданған фото осылай жасап аласыздар. Одан кейін мына жерде создать деген батырманы басу қажет. Бірер секундтың ішінде бізге осы видеомызды жасап береді мінекей. Скачать QR-код деп, QR-кодын көшіріп алсаңыз болады. Автомат түрде сіздерге дайындап береді. Ашатын болсақ, мінекей мынандай түрде. Енді осы QR-кодты, яғни болған сіздер сабаққа қолданатын мұғалімдер өздеріңіздің сабаққа байланысты суреттеріңізді қойып, одан кейін сол сабаққа байланысты түсірген видеоңызды қойып қойсаңыз болады. Және де протестировать дейтін болсақ, бізде осындай түрі шықты. Енді осыны көру үшін өздеріңіздің соткаларыңызға Memories деген приложениені жазып алу қажетсіздер. Приложениені жазып аласыздар App Store-ға немесе Google Maps арқылы. Одан кейін апарып осы суретке қоятын болсақ, біздің видеомыз ойнатылады. Құрметті әріптестер, келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылда сіздерге мол бақыт тілеймін. Және де жұмыс. Тағы да атап көрсететін болсам, визитная карточка жазсаңыз болады мінекей. Яғни мұғалімдер қосымша репетициясымен жұмыс істейтін ұстаздарымыз болса, сіздер өздеріңізге осы жерде визитная карточка жасап алсаңыз болады. Келесі флайер деген де бар, және де календарь құрастыруға болады. Яғни бізде алынғы жылы 2023 жыл келе жатыр, соған өзіңізге ыңғайлы етіп календарь жасап алу мүмкіндігі бар. Мінекей өзіңіздің дизайныңызды, логотипіңізді неше түрлі қылып жасап қолдансаңыздар болады. Осы сайт сіздерге қызық болса, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.